Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен макарон дайындайтын боламыз. Алдымен миндальный мукамыз бен сахарный пудраны жақсылап електен өткізіп аламыз. Енді екеуін жақсылап араластырып аламыз. Толықтай араластырып бір шетке қоя тұрамыз. 80 грамм жұмыртқаның белогын алып, бөлме температурасында болуы маңызды. Оған песок пен альбумин және лимон қышқылын үшеуін араластырып алып, жайлап қасықпен қосып отырамыз. Бірден қосып жіберуге болмайды. Қасықпен немесе бұлай 3-4 бөліп қосуға болады. Бізде осындай мейрамға дайын болды. Енді ұнымызды, жаңағы сахарный пудрамен араласқан ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғанда басында қоюлы болады, араластыра келе кішкене ол сұйылады. Бірақ арасында қарап отыру керек, бұл қатты суып кетпеу керек. Біркелкі араластырып, осындай болған кезде тоқтатамыз. Енді кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Бізге осындай тефлоновый коврик керек болады, міндетті түрде, әйтпесе ол жабысып қалады. Пергаментке де, силиконовый коврикке де дұрыс шықпайды. Осындай арасын ашық қылып істеп шығамыз. Енді бұны жайлап көтеріп тастаймыз. Себебі бұның ауасын шығаруымыз керек, өстіп жайлап сілкіп аламыз. Және де бөлме температурасында 1 сағатқа қалдырамыз. Қолымызбен ұстап көреміз. Егер жабыспаса, сала беруге болады пешке. Пеште 130 градуста 16 минутта пісіріп алдым. Әр пеш әртүрлі пісіреді, сол үшін қарап алуымыз керек. Толықтай суыған соң ғана көтеріп көреміз. Креміне мен творожный сырмен дайындадым. Әркімнің өз қалауынша жасауына болады. Осылай кремімізді алып, макарондарымызға жағып аламыз. Және де осындай пластмасс ыдыста сақтауымыз керек. 1 суткіге холодильникке салып, содан соң жей беруге болады.
біздің макаронустарымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.